Қараңдар, қазақтың бай дақылдары мен жануарлары. Иә, бәрі бұл сыйын көрсетеді. Қазақстан табиғаты кең, ауыл шаруашылығы дамыған ел. Біздің дастарханымызда қайдан келеді? Қазақстан бидай өсіруден әлемге танылған ел. Мәңгілер осы еңбекті таса. Сәлем, Қазақстанның мәдени өсімдіктері мен үй жануарларын көрейік. Картоп күнделікті тағам, ал күнбағыстан пайдалы май өндіріледі. Қазақстан алманың тарихи отандарының бірі. Алма дәруменге бай жеміс. Қазақтың ақбас сиыры етті бағыттағы төзімді қолтұқым. Бұл сиырлар табиғатқа бейім, өнімділігі жоғары. Арпа мен жүгері мал азығы ретінде де, тағам ретінде де маңызды. Демек өсімдіктер жануарларға да қажет. Қазақстанда бидай, арпа, картоп, жүгері, қақтамасыз не болып отыр, не? Қазақтың бай табиғаты мен асыл мұрасы. Ал сиыр, жылқы, қой біздің досымыз. Еділбай қойы шөлейт жерге жақсы бейімделген. Ғалымдар иліктеу арқылы өнімділігі жоғары жаңа сорттар мен қолтұқымдарды шығарады. Қазақстандағы мәдени өсімдіктер мен үй жануарлары халықтың азық-түлік қауіпсіздігі мен Қазақстандағы мәдени өсімдіктер мен үй жануарлары Қазақы жылқы көшпелі өмірдің сенімді серігі. Жылқы қазақ мәдениетінің ажырамас бөлігі.